Қайырлы күн. Бүгін пропорцияға байланысты есептер шығаратын боламыз. Ең алдымен пропорция дегеніміз не? Пропорция дегеніміз екі қатынастың теңдігі. Қатынас дегеніміз берілген екі санның бөліндісі бізде қатынас деп аталады. Ал сол екі қатынастың теңдігі бізде пропорция деп аталады. Мысал үшін, А-ның Б-ға қатынасы С-ның Д-ға қатынасына тең болу керек. Бұл пропорцияның берілгені, иә? Мәселен бізде А-ның Б-ға бөліндісі, яғни қатынас бөлінді, иә? А-ның Б-ға бөліндісі, мысал үшін 7 болса, С-ның Д-ға бөліндісі де тура сол мән болуы міндетті. Егер А-ны Б-ға бөлгенде қандай да бір сан шықса, С-ны Д-ға бөлгенде де дәл сол сан шығатын болса, онда сіздің қатынасыңыз тең. Енді бұл онда пропорцияға жатады. Пропорцияның негізгі формуласы алдыңғы мүшелерінің көбейтіндісі соңғы мүшелерінің немесе ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне тең болады. Мәселен, мынау А мен Д. Осы екеуінің көбейтіндісі, осы екеуін көбейткен кезде, жазып қояйын, А және Д-ны көбейткен кезде, қандай да бір сан шығады, және ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісі ол бізде Б және С. Көбейткен кезде де қандай да бір мән шығады. Екеуінің көбейтіндісінің нәтижесі тең болса, онда сізде пропорцияның мәні шығып тұр. Яғни, пропорцияны табу үшін алдыңғы мүшелерінің көбейтіндісі соңғы мүшелерінің көбейтіндісіне тең болса, онда сізде тура пропорция, яғни пропорцияңыз дұрыс. Енді пропорцияда әртүрлі жаңағы сандардың орны ауысып отырады. Мысалы, сізде алдыңғы мүшелерінің белгісіз болуы мүмкін, немесе ортаңғы мүшелері белгісіз болуы мүмкін. Мәселен, бізге А белгісіз болсын. А-ны мысалы мен X деп аламын. Онда қалған сандар өз орнында тұрады. Қалған сандар өз орнында тұрады, С, Д. Мысалы, сізде мұнда тұрған сан белгісіз болса, онда X-ті табу үшін жаңағы біз айтқандай ортаңғы және алдыңғы мүшелерін көбейтіндісі дедік. Онда бірінші екі белгілі мүшелерін қарап алайық. Белгілі мүшелері бізде ортаңғы мүшелері. Демек, осы ортаңғы мүшесін бөлшек сызамын. Ортаңғы мүшелерін бөлшектің алымына жазамын. Ал X-ке тұрған бұл алдыңғы мүшесі белгісіз болып тұр, онда екіншісі бізде ол D. Онда осы D бөліміне өтеді. Яғни, біз табу үшін мұннан B мен S-ны көбейтіп аласыз да, D-ға бөлесіз. Егер сізде мына жердегі X белгісіз болса, яғни ол X осы жерде тұрса, ізделінді сан осы жерде тұрса, онда осы формула қолданылатын болады. Егер де керісінше сізде мысал үшін С-ның орнында тұрсын делік, онда А бөлінген Б, яғни А-ның Б-ға қатынасы, X осы жердегі санды іздеу керек болса, X-ның Д-ға қатынасы. Онда X-ті табу үшін біз ең алдымен белгілі мүшелерін іздейміз. Ол бізде алдыңғы мүшелері белгілі. Демек, мен А көбейту Д бөлінген В болады. Яғни біз бұны орындағанда А-ны Д-ға көбейтемін де В-ға бөле саламын. Енді есеп қарастырып көрейік. Мысалы, 131-ші есеп. Асы. Бұл жерде алдыңғы мүшесі белгісіз болып тұр. Дәл жаңағы формулаға салып жібереміз. Ол үшін белгілі мүшелерін қарайық. Бізде ортаңғы мүшелері белгілі болып тұр. Онда осы екі белгілісі, міндетті түрде белгілісі алымына өтеді де,
ал белгісізі бөліміне өтеді. Енді осы жерде жай бөлшектің қасиеттерін қолданып, немесе жай бөлшектердің көбейтіндісін қолданып жіберсек болады, немесе 5-ті 5,4-ке көбейтіп, нәтижесін 3,6-ға бөлсек болады. Мына жерде 54 және 36 5,4 және 3,6 сандарын қысқартуға болады. Себебі екеуінің ең үлкен ортақ бөлгіші бар. Қарасаңыздар, үтірден кейін бір ғана цифр тұр, бір ғана цифр. Демек, мына үтірді жоқ деп есептесеңіздер болады. Сонда 54 пен 36 екеуі де қандай санға бөлінеді? 9-ға бөлінеді. Мұнда 6 болады. 36-ны 9-ға бөлсек 4 болады. Бұл жерде 9-ға емес, одан да үлкен санға қысқарылады. 18-ге қысқартуға болатын еді. Сонда 5-ті енді 6-ға көбейтемін, нәтижесін 4-ке бөлемін. Сонда бізде 7,5 шығады. Болды, пропорция орындалды. Келесі, x бізде шеткі мүшесі белгісіз. Демек, 0,125-ті, яғни шеткі мүшесі белгісіз болса, онда біз алдыңғы мүшелерін көбейтеміз. Демек, 0,125-ті 9-ға көбейтеміз де, нәтижесін 0,105-ке бөліп жібереміз. Бұл жерде ескеретін жай, жаңағыдай, үтірден кейін мұнда 2 цифр, мұнда 2 цифр. Үтірді жоқ деп есептейміз, сонда 25 пен 5-ті қысқартуға болады. 25 пен 5 екеуі де 5-ке қысқарылады. 5-ті 5-ке бөлсем 1, 25-ті 5-ке бөлсем 5. Сонда x тең 5-ті 9-ға көбейтсем, бізде нәтижесі 45 шығады екен. Келесі, енді бұл жерде шеткі мүшесі белгісіз, яғни мұндағы. Онда алдыңғы мүшелерінің көбейтіндісі алымына шығады. Мынаны көбейтінді түрінде аламын. Демек, x тең 11,5-ті көбейтемін 27,6-ға, нәтижесін 6,9-ға бөледі екенмін. Бұл жерде де бөлшекті сырасы қысқартып жіберейік. Бөлшекті қысқарту үшін қараңыз, мұнда үтірдеген бір цифр тұр, мұнда да 1. Яғни үтірді жоқ деп есептеймін. Егер үтірдеген цифр саны бірде жоқ болса, үтір жоқ деп есептейсіздер. 276 мен 69 екеуі бүтін сан, 276 мен 69-дың ең үлкен ортақ бөлгіші қанша? Әрине 69, себебі 276 69-ға бөлінеді. 69 69-ға бөлсем 1, 276-ны 69-ға бөлсем 4. Енді нәтижесі 4 шықты. Осы 4-ті не қалды бізде алымында? 11,5 қалды. Соған көбейтесіз. Жауап 46. Келесі, x тең. Бізде алдыңғы мүшесін белгісіз, онда мен ортаңғы мүшелерін көбейтіндісі деп аламын, е? Демек, 15-ті 0,3-ке көбейтемін де, нәтижесін 0,9-ға бөліп жіберемін. Бұл жерде де жаңағыдай, үтірден кейін бір цифр, үтірден кейін бір цифр тұр. Қысқарту дегеніміз алым мен бөліміндегі сандардың екеуі де қандай санға бөлінеді, қалдықсыз бөлінеді. Соны табу, е? 0,3, 0,9, екеуде үтірдеген бір цифр болғанда үтірді жоқ деп есептейсіздер. Сонда 3 пен 9 қаншаға бөлінеді? Әрине, екеуі де 3-ке бөлінеді. 3-ті 3-ке бөлсем 1, нәтижесін жазам. 9-ды 3-ке бөлсем, кешірім сұрайым, 9-ды 3-ке бөлсем 3, 3-ті 3-ке бөлсем 1. Енді не қалды, соны жазамын. Мұнда 15 пен 1 қалды. 15 пен 1-ді көбейтемін де, бөлшектің бөлімінде 3 тұр. Демек, 3-ке бөлемін. Сонда нәтижесі 5 деген сан шығады.